Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді булочки, жұмсақ, тәтті нан жасаймыз. Ол үшін ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстінен еріген сары майымызды құямыз. Егер сары май болмаса, сұйық май құюға болады орнына. Енді оның үстіне шекерімізді салып аламыз. Өздеріңіз дәміне қарай сала бересіздер. Мен 3 ас қасық салдым. Оның үстіне құрғақ ашытқымызды салып, ашытқымыз толық ерігенше араластырамыз барлығын. Сосын оның үстіне електен өткізіп, ұнымызды жаймен саламыз. Бірден барлық ұнды салып жібермейміз. Жайдан салып отырамыз. Жұмсақ қылып қамыр илейміз. Сол кезде булочкамыз жұмсақ, әдемі болып көтеріледі. Қатты болып қалмайды. Жақсылап илеп қамырымызды біріктіріп болған соң, оның үстіне азырақ сары майымызды құйып, тағы да қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Сол кезде қамырымыз тез көтеріліп, жұмсақ болып ашитын болады. Міне менің қамырым 40 минутта тез ашып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ болып, жақсы көтерілген. Енді қамырымызды ыдысымыздан шығарып, өзімізге ыңғайлы етіп бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бөліп болған қамырларымызды оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз, қатты қалың қылмаймыз, орташа қылып жайып аламыз. Енді жайылған қамырымызды осындай қамыр кескіштің көмегімен кесіп аламыз. Егер сіздерде бұндай болмаса, пышақтың көмегімен жасап алуға болады. Барлығын жасап болған соң, осылай бір шетке қойып, бетін жауып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Булочкамыздың бетіне сүт пен жұмыртқаның сарысын араластырып жағамыз. Міне біздің булочкамыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Дәмді болып, жұмсақ болып шықты. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Мен күн сайын сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.